Үкі неге қараңғыда ұшады, қазақ ертегісі. Таң атады, күн алқызыл шапағын шашыратып, көкжиектен көтеріледі. Күннің шуағына мамырлаған жан-жануарлар керіліп, созылып, еркін тыныс алады да қуанышқа бөлінеді. Әлемді әрлендіріп, жер бетін думанға бөлеген бұл құбылыс ағаштының қуысында жатқан үкінің ызасын келтіреді. Тұмсығын сықырлата қаққылап, бұрқылдай үхілейді. Тышқан мұжғандай күнді бүріп, талқан шығарайын. Айтқанымды істеймін, аяушылық жасамаймын. Расында да үкі түн ішінде ешбір кедергісіз ойына алған істей беретін әдеті. Енді ол күнді қиратамын деп алға ұмтыла бергенде басын тасқа соғып, тұмсығын талқандап алды да қанатты мертікті. Енді қуыста жатып, күнді жоғалтуды амалын ойлады. Ақыры бір абзал шара тапты. Солай істесе күннен құтылары анық. Сөйтіп, үкі екі көзін тасқып жұмыпты. Басын арт жағына бұрып, қанатының астындағы қалың мамықтың арасына көміп жіберді де, күнді қараңғылыққа батырдым деп ойлады. Бұл әдісіне өзім арқайды. Ал аспандағы күн болса, барған сайын өрлеп жоғарылай берді. Үкінің көзі қараңғы әлемде қала берді. Күнді мадақтап сайраған құстардың әдемі әуені мен қиқулары үкінің басын айналдырды да, бұрынғыдан беттер қымтана түсті. Көзін жұма берді. Оның үстіне күңкілдеп, сыртларға наразылық білдірді. Мейлі шулай беріңдер, бәрібір мен күннің құдіретін мойындамаймын. Әлемде қараңғылықтан қасиетті ештеңе жоқ екенін анық білемін. Сөйтіп, үкі өмір бақи қараңғыда ғана сыртқа шығатын болып қалыпты.